Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, қалайсыздар? Мінекей тағы да автопападамыз. Өте көптеген көліктер бар. Енді осы түсірілімде, достар, тек қана Қазақстанға ресми түрде тіркелетін көліктерді түсіреміз. Яғни 16 жылдан бастап кірет Қазақстанға ресми түрде тіркелетін соларды түсіреміз. Достар, каналға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде қазақтың каналына дамуына атсалысыңыздар. Ендеше көрейік, мінекей мына бір Хайландардың 19 жыл екен, 39 мың миль жүрген, $30,000 дейді, достар. Жағдай керемет. Іштері түгелдей былғары. XL комплектация, достар. Міне осы көлікті ресми түрде растамашы жасай аласыздар. Бұлар енді 16 мен 19-дың бір қымбат жері. Бұларда первичный регистрация деген нәрсе бар. Бұларда $1,5 миллион теңге болады. Ал 20-22-лерде первичный регистрация аз. Сондықтан енді 3 жылдықтар Қазақстанға тіркеу арзан болады. 16, 17, 18, 19-дар енді сәл көпте болады. Жаңағы первичный регистрация бұл жерде ойнайды, $1,5 миллион теңге. Ендеше ақшаңыз жетсе 20 жылға алған жақсы, жетпесе 16-тан бастап алып Қазақстанға тіркеп алсаңыздар да Қазақстанның көліктерінен арзан шығады, достар. Тағы да кеттік, көрейік. 2020 жылғы Eclipse Cross деген Mitsubishi. 11,000 миль жүрген, 1.5, 14,500. Не мұнаң барлығы Қазақстанға официальный түрде растамашы жасалатын көліктер. Осы видеода сол в основном растамашы жасалатын көліктер ғой түсіріп жатқанымыз. Өйткені официальный жұмыс жасаған бізге де, сізге де жақсы, ешқандай проблема жоқ. Мынау іштері міне орындықтары мата. Тап-таза 20 жылғы. Кілтпен простой комплектация ғой. Осы бұның бағасы айттығымыздай, көріп тұрғанымыздай $14,500. Ішкі жағын көрейікші, артын. Ішін түсірдің бе? Бұны қатты тар емес екен. Жақсы. Арты. Қане? Японский. Американский сөйлі. Американский. Ана чистый 20. Таза 20. Орындықтар бәрі простой бірақ комплектация. Volkswagen Passat 17 жылғы, достар. Екілік объем. Бағасы. Сколько просишь, брат? Қазір бағасын айтады. Жанып тұр екен, қап-қара, іші аппақ салон, былғары. Спасибо. $10,500 дейді, достар. 17 жылғы Қазақстанға ресми тіркей аласыздар, достар. Ресми қараңыздар, іштері қандай таза. Монитор бар. Даже пуш-стартпен қызат. Күшті. Көлік. Жанып тұр. Volkswagen Passat $10,500 деген ғой. $10,500. 17 жылғы. Енді жаңағы айтқандай бәріне қайталай бергеннің қажет жоқ қой. Растамушка жаға шамамен $3 миллионның ар жақ бер жағы шығады. Так, Elantra міне $9,300. Бұл да 17 жылғы екілік 43 миль жүрген. Люк бар екен. Әрине бұларда жаңағындай 16 мен 19-дың арасында первичный регистрация $100,5 миллион теңге. Ар жағы енді растамушкасы бағасына қарай шығады. Утилизбор тағы да сол жағындай. Екілік болса арзанда болады шығар сәл. Бұлар да сол $3 миллионға жақындайды ғой. Толық растамушка Қазақстанда. Осыларды жеткізіп береміз. 1600 бен Ақтауға жетеді. $2,000 мен Алматыға жеткіземіз. Осы бағаның үстінде. Santa Fe $15,800. 2-4 көлеммен 17 жылға Қазақстанға официальный түрде растамыш жасап аласыздар. Бұның бесключевой доступ, іші орындықтары Матакен, Велюр, Santa Fe Sport 4 вода дейді, А вода.
Бұл енді бұлай ғой, мынаның первичный регистрациясының өзі 1,5 миллион теңге. Первичный регистрация 1,5 миллион. Растаможкасы тоже сол 1,5 миллион ажақ бер жағында болады. Одан кейін утиль сбор бар 750 мың теңге. Сонымен қазақ нөмір қыласыздар. Сертификат бар шығар тағы 300 мыңға соскнопмен. Осы міне есептеп алыңыздар өздеріңіз. Осы жердегі бағасы 15.800. Саудасы бар анау мынау 15,5 деп алғанда да. Так, мына Infinity-ді қараңыздар, өте керемет жағдайда. 7.500 доллар дейді. 11 жылғы. М37 Infinity. Бесключевой доступ. Ішті қараңыз, ішті. Обдув, подогрев, сиденье, кожаный, барлығы. Полный фарш дейсің. М37. Керемет. 7.500 ба енді. Растаможкасымен 8.500 доллар болады осы жерден. Грузин номермен аламыз десеңіз. 8.500. 2021 жылғы RX 55 мың доллар. 3/5. Қараңыздар түрін. Енді бұларда первичный регистрация деген нәрсе жоқ, сондықтан бұл арзандау шығады. Тек бұда растаможка және утиль сбор төлейсіз. Растаможка, утиль сбор болды. Сос кнопка бар шығсын, 250-300 мың теңгеге. 27% растаможка бағадан. Первичный регистрациясы жоқ, соменен арзандау шығады жалпы 3 жылдық көліктер. 20, 21, 22-лерде первичный регистрация деген нәрсе аз, жоқ почти солым. Сол себепті арзан болады бұлар растаможка жасау. Ал 16 мен 19-ның арасында первичный регистрация 1,5 миллион болады, сол жері қымбат. Ал мына көліктің бағасы көріп тұрғаныңызда 55 мың доллар. Так, достар, мінеки салонға келдік. Көптеген су жаңа көліктер тұр. Міне деріске 300-діктер тұр екен. Бағаларын бәрін көрсетеміз. 21 жылғы таза европейка. Қайсы, кәне? Қанша жүрген? 1900 көріп тұрсыздар ғой, 1977 километр жүрген. Туф, отпечатка пальц. Керемет қой, тап-таза. 300-дік керектер болса хабарласыңдар. 98 мың доллар осы жердегі бағасы. Қараңыздар, қандай керемет, Іші толықтай қап-қара салон. Тесік барлығы. 2022 жылғы Lexus тап-таза көліктер. Қазір көрсетіп жіберейін. ES 350. Іштері қызыл кожа барлығы. Жұмсақ кожаларының өзі. Қараңыздар, қандай кереметі. 65 мың доллар дейді. Су жаңа көлік. Люк бар. 65 мың болса әрине. Жаңа айтқанда 2 мың доллармен Алматыға жетеді. 67 мың доллармен. Растаможкасы да бір 2,5 миллион, 3 миллионның шамасы шығады. Керемет көліктері. Toyota Sienna 2018 жылғы Қазақстанға растаможка ілінетін көліктер. Бағасы 19.500 доллар дейді. 3/5 көлеммен 61 мың миль жүрген. Түсі де әдемі екен, дөңгелектері жақсы. Толықтай былғары іші. Монитор бар, задний камера. XL комплектация. XL барлық есіктері электрический, іштен ашылады, сырттан ашылады. Пультпен ашылады, в общем, люк бар. Достар, міне мынандай Outlander'лер де бар, мына 19 жылғы 14 мың доллар дейді. 2/4, бесключевой доступ бар екен, монитор.
Жалпы варианттары бар осындай эсе дейді комплектация. Outlander'дың өзі 7 орындық. Push start дейді. В общем, комплектация жақсы екен. Push start бар, подогрев алдыңғы орындықтар бар. Жылы 19. Барам дегенше Ақтауға 1700, Алматыға $2000 жетеді. Услуга, жол бәрі. Осы көліктерге. Жалпы официалка, барлығы официально жетеді. Ал міне Hyundai'лар, корейлік көліктер. Мынаның бағасын қазір айта кетейін. 10818 жылғы 2.4, 42.000 миль жүрген. Ал мынау қара түрі. $11.000. Бұл 17 жылғы, бірақ 28.000 миль жүрген. Іштері бесключевой доступ бар. Орындықтары мата, велюр. Подогрев сиденье бар, люк жоқ. Әдемі, бұларды әрине Қазақстанға емін еркін кіргізесіздер, қорықпай, саспай дегенде. Растаможкасын төлейтін, барлығына ақшаңыз жетсе, болды осы жақтан алдыруға болады. Так, $11.000 ма? 12.000, енді саудасы болады шығар, мен бұлай айтып жатырмын да, $11.000 болса, 12.600-ге Ақтауға жетеді, $12.600. Примерно плюс-минус 3 миллион растаможка етеді. Есептеп қараңыздар, Қазақстанмен салыстырғанда қалай екен. Достар, мінекей Tesla. Өте керемет тоқпен жүретін көліктер. Илон Маск дейсің. Мынау 21 жылғы, мынау 20 жылғы. Бағаларын көрсетіп жіберейін қазір. Көріне ма? В общем, $57.000 мынау. 20 жылғы. 0 пробегпен. Мынау 21 жылғы да бағасы? $65.000. Іштерін қараңыздар ма? Кәдімгідей. Аппақ қой іштері. Ақ болғанда таза ақ орындықтар. Үлкен монитор тұр. Түрлері бір түрлі, томпақ бірақ. Tesla Dual Motors деп қояды. Tesla ешқандай растаможка, утиль сбор төлемейді ол бұған, Дымда төлемейді бұған. Қазақстанға кіргізіп айдай бересіздер. Керемет көліктер бұл. 21 жылғы Hyundai Sonata. Таза 21 жылғы. Соңғы дизайндармен светіне дейін жанат жоғарсындағы. Крыладан удар болған дейді, айту бойынша. Так, орындықтары мата, так, кілтпен қызат, люк жоқ. Бірақ таза $21.000 осы жерде. Задний камера. Тақалып тұр екен. Бағалары міне $21.000 21 жылғы. Іштері де керемет таза. Жалпы таза көлік. Так, пробег 20 километр дейді. Керемет. 21 жылғы Sonata керек болса, хабарласыңдар. Ал 2021-дің RAV4 $28.000 2.5 көлеммен аппақ түсі екен. 20 ма? 21 деп жазады, 28 ай қай жерінде дек? Мына астында екен. 8 ай 20 жылғы 21 деп жазып қойған ғой. Электронный сиденье барлығы бар. Миль қанша жүрген? Миль жазылмапты ғой. Экран, іші мата, орындықтары. Люк жоқ. Кәм таза машинаның еш шықты ғой. Керемет, аппақ. Анау бәрі. Заводской барлығы герметикпен. Қолмен жауасың, задний камера бәрі бар. 20 жылғы $28.000. Так, достар, міне мынау историясы көрініп тұр ма?
Жылтырап көрінбей жатыр. Кәскен тұрғандай отыр. Өйдім емес. Негізі нормально. Мына жерде кішкене шпаклевка бар. Есе нұсқасы. Іштері бәрі керемет. 75-тік. 25.500 доллар. 25.000 доллар да? Бағасы 25.000 доллар. 25 сұрап тұр. 7000 миль жүрген задний камера барлығы бар. Негізі дерске 75-тік. Бағасы 25.000 доллар. Бағасы осындай. 2018 жылғы Хайландер түрін қараңыздар, дерске. Қазір бағасын көреміз. 3.5 мотор бензин. Бұларды әрине растаможкаға кіреді Қазақстанға. Қорықпай кіргізсеңіздер болады. 28.500 доллар бағасы. Қымбат көліктер сүре бересіз дейтін шығарсыздар, бірақ осыларды алатын кісілер жетеді. Негізі Қазақстанда бірнеше миллионға үстіне қосылып алу жүрді. XL комплектация. 4 дөңгелек. Енді шетелден алдырсаңыздар, әрине арзан шығады по-любому. Қазақстанға қарағанда. Қазақстанды білесіздер ғой, баға дейтін шарықтап тұр. Подогрев сиденья, экран бар, push-start, люк бар, в общем, XL әдемі комплектация. 28.500 дейді, енді әрине саудасы бар. Жалпы перевозканы тағы да айта кетейін, Ақтауға дейін 1600 доллар, Алматыға 2000 доллармен жетеді осы баға. Машинаның бағасының үстіне қосылып. Ал қалғанын ар жақта төлеп аласыздар теңгемен. Растаможка барлығын. Мінекей Инстаграмнан Грузиядағы көліктердің бағаларын көріп жатсыздар, Қазақстан жатып. Енше достар, каналға лайк басыңыздар әрбір постқа. Және осы каналға тіркеліңіздер. Достар, біздің осы Инстаграм каналға тіркелгендерге міне осындай Мерседестен бұйырсын. Енше каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.